Ресей қандай қауіпті қару дайындауы мүмкін? Ресей Федерациясы биологиялық қару туралы конвенцияның ережелерін бұзып, биологиялық қару әзірлеуді жалғастырып жатыр. Бұл туралы ақш мемлекеттік департаментінің өкілі Нед Прайс мәлімдеді. ақш Ресей биологиялық қару туралы конвенцияға қол қою кезінде алған міндеттемелерін бұза отырып, шабуылдаушы биологиялық қару бағдарламасын әзірлеуді жалғастырып жатыр деп санайды деп атап өтті Прайс. Ол сондай-ақ Ресей бұл мәселеде өзіне барынша назар аудартпауға тырысып жатқанын айтты. Нед Прайстың айтуынша, ресейлік үгітшілер көптеген жылдар бойы Украинадағы биологиялық қару зертханалары туралы жалған ақпаратты насихаттап келеді. Осылайша олар өздерінің әскери агрессиясын ақтауға тырыспақ. Кремль бақылайтын бұқаралық ақпарат құралдары, ресейлік барлауға қатысты ақпараттық сайттар және сарапшылар осы мақсатқа жұмылдырылған. Бұл нысандар бір-бірін қайталайтын көптеген дауыстардың иллюзиясын жасау үшін ақпараттық ортаны үздіксіз аз-аздан алдамшы әңгімелермен толтыру үшін бірге жұмыс істейді, деді Прайс.